Мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару. Мен қазір сіздерге 3 мысал келтірем, және осы мысалдарға қарап, мына кітаптағы есептерді шығаратын боламыз. Алдымен мынандай есеп болсын. Мысалы 600 саны, ол бізде 100% болсын. Соның мысалға 13%-ын тауып көрейік. Яғни біздер пайызды пропорцияның көмегімен шығара аламыз. Яғни мына жердегі санымызды білмейміз. 600 санының 13%-ы қаншаға тең? Қанша дегенімізді біз әрқашан x деп аламыз. Сол кезде біздің есебіміздің теңдеуін құрастырсақ болады. Яғни x тең пропорция бойынша 600 бен 13-ті көбейтуіміз керек. Және оны бөлуіміз керек 100-ге. Сонда 2 нөлдері қысқарып кетеді. 6-ны 13-ке көбейтсек бізде 78 деген сан шығады. Яғни 600-дің 13%-ы 78-ге тең. Пропорцияның көмегімен тауып тұрмыз. Ал енді бізге есеп керісінше берілуі мүмкін. Мысалы 12 саны қай санның 25%? Яғни барлығы қай сан, қандай сан деп сұрап тұр бізде. Сонда ол бізде барлығы 100% және сол санды сұрап тұр. Яғни x тең, бұл жерде де пропорцияның көмегімен шығарамыз. 12 мен 100-ді көбейтеміз. Және оны бөлеміз 25-ке. Қысқартамыз 100 бен 25-ті. 100-ді бізде 25-ке бөлсең 4, 25-те 1 қалады. 12-ні 4-ке көбейтсек бізде 48 деген сан шығады. Яғни 48-дің 25%-ы 12-ке тең деген сөз. Бұл бізде пайыз есептеп жатырмыз. Ал енді бізде мынандай жағдай болуы мүмкін. Мысалға менде 150 килограмм картоп бар делік. Мен енді осы 150 килограмм картопымды 2 қоймаға бөліп салам. Бірақ 75-75 емес. Мысалға 7-де 3 деген қатынаста бөлім керек. Яғни мына 150 деген килограмм, 150 деген санды 7-де 3 қатынаста бөлім керек. Ол үшін алдымен 7-нің қасына 2 жазамыз. Қосамыз да 3-тің қасына 2 жазамыз. Яғни 7x қосаған 3x деп бөліп жазып аламыз да, тең бізде барлығы 150 килограмм. Соны жазамыз. Ал енді 7x-қа 3x-ті қосатын болсақ, бізде 10x шығады. Яғни 10x тең 150, яғни 10-ды қаншаға көбейтсең 150, ол x-іміз демек бізде 15 деген сан. Сонда бізде x-іміз 15 болып тұр, енді соны мына 2 жерге барып қойық. Яғни 7-ні көбейтеміз 15-ке, ол бізде 105 болады. Қосамыз. 3-ті көбейтеміз 15-ке, ол бізде 45 болады. Сонда 105-ке 45 қоссақ, 150 деген сан шығып тұр. Яғни біздер мына 150 килограмм алмамызды 7-де 3 қатынасты бөлетін болсақ, біздер 105-те 45 деген 2 тал бөлікке бөліміз керек. Енді мысалға мен осы екеуін былай жазып көрейін. 105 бөлінген 45 деп жазып көрейін. Сол кезде біздің 7-де 3 қатынасымыз шығу керек. Яғни мынаны 15-ке қысқартатын болсақ, 105-ті 15-ке бөлсек қайттан бізде 7 ғой. Және 45-ті қайттан 15-ке бөлсек 3 шығады. Сонда бізде 7-де 3 деген қатынас қайттан шығып тұр. Яғни біздің есебіміз дұрыс. Ал енді осы мысалдарға қарап, мына есептерді шығарайық. Нан пісіруге қажет ұнның массасы піскен нан массасының 75%-ын құрайды. Яғни ұнның массасы нанның массасының 75%, яғни біздің нанымыз көбірек болып тұр, ал ұнымыз соның 75% болып тұр. Яғни 15 килограмм ұннан қанша килограмм нан пісіруге болады? Яғни біздің мына 75%-ымыз ұн болып тұр. Қазір 15 килограмм болып тұр ғой. 15 килограмм ұн болып тұр. Енді барлығы бізде, то есть барлығын табуымыз керек, яғни ол бізде нанның массасы. Яғни нан бізде піскен кезде массасы көбейеді екен. Ол іседі ғой, ашытқымен, сол кезде көбейеді екен. Бұл жерде де 100-ді көбейтеміз 15-ке, бөлеміз 75-ке. Сонда 25-ке қысқартатын болсақ 3 қалады, 4 қалады. 4 қалады. Және 15-ті 3-ке қысқартатын болсақ, мына жерде бізде 5 қалады. Яғни 4 5-ім
20. Сонда бізде 15 килограмм ұннан нан пісіретін болсақ, 20 килограмм нан шығады. Енді мынау 480-ді де тура осылай мына жерге 480-ді жазамыз да, 480-ді 100-ге өйтіп 75-ке бөлеміз. Одан кейін 5 тонна болатын болса, біз 5 тонна емес, 5000 килограмм деп алсақ, 5000 килограммды 100-ге өйтіп 75-ке қайтадан бөлеміз. Ал енді екінші есепте, мынау біздің 176-шы есеп. Енді екінші есепте, зауыт 10 күнде 3400 тетік шығарады. Бұл айлық жоспардың 38%-ын құрайды. Яғни 30400 тетік ол бізде 38%, ал енді біздер жоспар бойынша барлығы қанша тетік шығаруымыз керек, соны табуымыз керек. Сонда біздің мына 30400 дегеніміз ол бізде 38% болып тұр. Ал енді біздер 100%-ын табуымыз керек. Яғни қайттан x тең 100 бенен 30400-ді көбейтеміз. Және оны бөлеміз 38-ге. Бірінші 30400 бенен 38-ді қысқартайық. Мен немесе бөлсем болады. Бөлген кезде мен уақыт алмас үшін сразу жаза салайын. 800 болады. Және 800 артында тағы 2 нөл бар. Сонда 80.000 деген сан шығады. Яғни бізде айлық жоспарымыз 80.000, оның 38%-ын орындадық, яғни 30400 тетікті біздер шығардық деген сөз. Ал енді келесі есепте бұл бізде 178. Келесі есепте жалақысы 20%-ға өскеннен кейін жұмысшы айына 54.000 теңге алатын болды. Жұмысшының бастапқы жалақысы қанша болған? Яғни бізде жұмысшының бастапқы жалақысы 100% болады, және оған 20%-ға қосылады. Яғни 20%-ға өсіп тұр ғой. Яғни 20% қосылады. Сонда барлығы бізде 120 болды. 120% бенен ол 54.000 алды. Себебі өскеннен кейін 54.000 алып тұр. Ал енді басында, яғни 100% болған кезде ол қанша еді? Сонда біздің 120%-ымыз ол бізде 54.000 теңге болып тұр. Ал енді басында 100% кезінде қанша еді? Сонда қайттан x тең 100-ді көбейтеміз 54.000-ға. Оны бөлеміз 120-ға. 100 бенен 120-ны қысқартайық 20-ға. 100-ді 20-ға бөлсең 5, 120-ны 20-ға бөлсең 6. Енді 54 бенен 6-ны қысқартайық. Мына жерде бізде 9 болады, мына жерде 1 қалады. Енді 9 5-ін 45 және 2 нөлі бар. Бізде бұл жерде бірдеңе қате кеткен сияқты. 100-ді 20-ға бөлсең 5, 120-ны 20-ға бөлсең 6, енді 54-ті 6-ға бөлсең 9, 54-ті бізде мына жерде 5000, мен мына жаққа 1 нөл жазбаппын ғой. 54.000 ғой, мен мына жаққа 5400 жүріппін. Яғни мына жақта 3 нөл бар, тағы 3 нөл. Сонда 45.000 теңге. Яғни бастапқы жалақысы 45.000 теңге болып тұр. Оны 20%-ға өскеннен кейін 54.000 теңге болды. Келесі есепте мен мына түспен жазайын. 1800 мектеп оқушыларының 75%-ы әртүрлі үйірмеге қатысады. Яғни 75%-ы әртүрлі үйірмеге қатысады, ал қалған 25%-ы ешқандай үйірмеге қатыспайды. Енді осы олардың 80%-ы спорт секцияларына барады. Яғни бірінші 75%-ын табуымыз керек, ол бізде общий үйірмеге қатысатындар. Сосын солардың 80%-ын қайттан табамыз, сонда ол бізде именно спортқа баратындар. Сонда 181-ші есепте 1800 ол бізде 100% болып тұр. Алдымен 75%-ын табайық. Ол бізде қанша? Сонда x тең болып тұр. 1800-ді көбейтесің 75-ке, бөлесің 100-ге. Бізден 2 нөлдер қысқарып кетеді. 75-ті енді 18-ге көбейтуіміз керек. 75-ті
18 көбейтсек 1350 шығады. Мен уақыт алмас үшін осылай тез калькулятормен көбейтіп жатырмын. Ал енді 1350 ол бізде үйірмеге қатысатындар. Енді осы 1350-дің 80%-ын тауып, спортқа қатысатындарды табайық. Яғни 1350 ол қайттан бізде 100% болсынды. Енді осының 80%-ын табайық. Қанша? Қайттан x демей қойым, мына жаққа енді y теңді. Сонда y тең болады. Сыйдыруымыз керек мына жерге. 1350 мен 80-ді көбейтеміз. Оны бөлеміз 100-ге. Сонда мына 0 мен мына 0 қысқарады, мына 0 мен мына 0 қысқарады. Енді 135-ті 8-ге көбейтетін болсақ, 135-ті бізде қалды. Оны 8-ге көбейтетін болсақ, 1080 деген сан шығады. 1080. Яғни 1080 оқушымыз бізде спорт секцияларына барады екен. Келесі 182-ші есеп. Бір ауысымда екі жұмысшы 80 тетік дайындады. Бірінші жұмысшының дайындаған тетік санының екінші жұмысшының дайындаған тетіктер санына қатынасы 4 пен 6. 4 бөлінген 6 немесе. Әр жұмысшы қанша тетіктен дайындаған? Яғни 4 пен 6 қатынаста бөлеміз 80 тетігімізді. Сонда ол бізде барлығы 80 тетік болған. Демек 4 пен 6 деген қатынаста бөлу үшін 4x-ті қосамыз 6x демізде бізде барлық тетік саны 80 болып тұр. Яғни қайттан 12 шығып тұр. Ол тең 80 болып тұр. Сонда x-іміз тең 8 болып тұр. Яғни мынау енді 8-імізді 4-ке көбейтеміз, және 8-імізді 6-ға көбейтеміз. 8 4-ім бізде 32, және екінші біздің жұмысшымыз 8 6 48. Яғни бірінші жұмысшы 32, екінші жұмысшы 48 тетік жасаған екен. Жүз 183-ші есепте автокөлік бір қаладан екінші қалаға шықты. Бірінші күні ол 640 км, ал екінші күні бірінші күні жүрген жолдың 60%-на тең жол жүрді. Яғни 640-тың 60%-ын табамыз. Ол бізде екінші күні жүрген болатын. Ал енді автокөлік 2 күнде қанша километр жол жүрді? Бірінші, біз 640 санының 640 саны ол бізде 100%. Енді осының 60%-ын табайық. X тең болады. 60-ты көбейтеміз 640-ке. 640-қа. Оны бөлеміз 100-ге. Сонда мына 1 0 мен 1 0 қысқарады, 1 0 мен 1 0 қысқарады. 64-ті 6-ға көбейтетін болсақ бізде 384 шығады екен. 384 шығады. Енді бұл бізде екінші күні 384, бірінші күні 640, ал енді екеуін қосайық. 640-қа қосамыз 384-ті. Сонда бізде шығады 1024. Яғни 2 күнде 1024 километр жол жүрді.